Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Жансая. Бүгін біз осындай өте керемет шоколадты пирог, ортасында сүзбеден салмасы бар пирог дайындаймыз. Бұл королевский пирог деп айтады. Бұны заказға жасап істесеңіздер де болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, дәмі өте ерекше. Менің арнамда осындай түрлі пирогтардың рецепттерін тауып алсаңыздар болады. Сондықтан жіберіп алмас үшін подписаться кнопкасын басып, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Ең алдымен пирогты дайындау үшін біз оның яғни қамырын дайындап аламыз. Ол үшін ұнымызға разрыхителімізді, какаомызды қосып және сонымен қатар қантымызды қосып жақсылап тұрып біркелкі масса пайда болғанша араластырып аламыз. Кейін араласқан массамызға салқындатылған сары майымызды осылай ұсақтап турап аласыздар да барлығын түйіршіктер пайда болғанша жақсылап тұрып қолмен араластырып аласыздар. Не болмаса арнайы миксер болса, арнайы миксермен де араластырып алуға болады. Осындай түйіршіктер пайда болып видеодағыдай түйіршіктер қолға жабыспайтын біркелкі түйіршік пайда болуы қажет. Осындай түйіршік пайда болғанша жақсылап тұрып араластырасыз. Кейін араластырып алғаннан кейін оны бір бөлек ала тұрамыз да ортасындағы салмасын дайындаймыз. Салмасына біз сүзбемізді, қантымызды, жүгері крахмалын және де жұмыртқамызды қосып жақсылап тұрып блендердан өткізіп аласыздар. Яғни біркелкі масса пайда болғанша жақсылап блендердан өткізесіздер. Барлығын осындай біркелкі масса пайда болып өткізіп алғаннан кейін пирогымызды жинасақ, ең алдымен ыдысымызға пирогтың қамырын теңде екі бөлікке бөлеміз. Ол осындай болып тұруы қажет, бірікпей, құр түйіршік болып. Соның жарты бөлігін салып, осылай шет жақтарын, бортиктарын барлығын келтіріп басып шығамыз. Стақанның көмегімен де басып шығуға болады, немесе қолмен де басып шығуға болады. Кейін салмамызды теңде екіге бөлеміз. Менде астыңғы бөлігінде көптеу кетіп қалыпты. Сіздер теңде екіге бөліп аласыздар. Соның бірінші бөлігін салып, осылай бетіне жағып шығамыз. Кейін жаңағы екінші бөліп алған қамырымызды тағы да теңде екіге бөліп, сүзбенің үстінен осылай қолымызбен жайып шығамыз, сеуіп шығамыз. Барлық жеріне сеуіп аласыздар. Тағы да дәл солай қайталаймыз, яғни сүзбенің жаңағы қамырдың үстіне қалған сүзбемізді құямыз және де қалған қамырмен бетін жауып шығасыздар. Кейін осындай біркелкі қылып сеуіп алғаннан кейін 180 градуста 40-45 минут пісіріп аласыздар. Кейін осылай бетін мен сахарный пудрамен әрледім. Сіздер қалағанша әрлеулеріңізге болады. Осындай керемет, өте ерекше дәмді пирогымыз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Менің арнамда осындай пирогтарды рецепттерін тауып алсаңыздар болады. Мен осы жерге соңғы жақтарына ссылкасын қалдырып қоямын. Содан өтіп қараңыздар.